Алла тағала қасиетті Құранда қай уақытта намазға тұрған болсаңдар, зейнеттерінде киіңдер деп Алла тағала бұйырған. Бұл жерде тәпсірші ғалымдарымыз зейнеттерінде киіңдер деген нәрсені адам баласы құлшылыққа, намазға тұрған кезде барынша салмақты киімдерін кигені дұрыс деп бұйырған. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болсын, кейінгі сахабалар, әулие әмбиелер намазға тұрған кезде барынша бас киіммен тұруға тырысқандығы бізге жеткен хабарларда. Ханафи мазхабының кітаптарында да осы мәселеге қатысты көптеген үкімдер келген. Соларды саралайтын болсақ, ең біріншісі, егер адамда бір себеп болса, бір кедергі болса, және қолында намаз оқитын сәтінде ешбір бас киім табылмаса, не болмаса бас киім киюге қандай да бір денсаулығындағы ақаулар себеп болса, онда бас киімсіз намаз оқығандығында ешбір әбестік жоқ. Ал егер адам баласы мүмкіндігі бола тұра, бірақ жалқаулықтың себебінен бас киімсіз намаз оқыса, онда бұл макрух танзихи болып есептелінеді екен. Ал егер де бас киімсіз намаз оқуды сүннет деп санап, дін бойынша бас киім кимеу керек деп санайтын болса, және солай әрекет жасаса, солай амал жасаса, бұнда бұл дінге енгізілген жаңалық бидғат болып есептелінеді, және адамның осылай әрекет етуінің өзі макрух тахрима болып есептелінеді екен. Сондықтан адам баласы намазға тұрған кезде барынша сауабын арттыру мақсатында басына тақиясын, бас киімін киіп тұрғандығы жақсы болады.